Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 84-ші сабақ графиктер. Бірінші есепті шығар. Биылғы жылғы картоптың түсімділігі 200 центнер гектар, ал былтыр 150 центнер гектар болған. Егер картоп отырғызуға бөлінген жердің ауданы 10 гектардан өзгермеген болса, шаруа қожалығында биылғы жылы қанша картоп артық жиналады? Яғни бізде бірінші өнімділік бізде 200 центнер гектар, екінші түсімділік 150 центнер гектар, ал ауданы 10 гектар. Яғни жалпы түсімділіктің массасын білуіміз керек, қанша жиналғанын және қанша артық жиналғанын білуіміз керек. Бірінші М1-ді табу үшін біз 200 гектарды 10 гектарға көбейтеміз. 2000 центнер биылғы, былтырғы 150-ді 10-ға көбейткенде 1500 центнер. Яғни қанша артық жиналған білу үшін 2000-нан 1500-ді азайтамыз. М1-ден М2-ні. Сонда 500 центнер артық жиналған екен. Шаруа қожалығында биылғы жылы 500 центнер картоп артық жиналған екен. Екінші есеп. Бір фермерде картоптың түсімділігі 160 центнер гектар, ал екіншісінде 80 центнер гектар болды. Егер олар картопты бірдей мөлшерде 320 тоннадан алған болса, онда фермерлердің әрқайсысы қандай ауданға картоп еккен? Яғни бізде бірінші түсімділік 160, екіншісі 80 центнер гектар, жалпы мөлшері түсімділіктің 320 тонна. Ол центнермен 3200 центнер болады екен. Біз ауданды табуымыз керек, S1, S2-ні. Оны табу үшін біз жалпы тоннадан бірінші түсімділікті бөлеміз және екінші түсімділікті бөлеміз. Бірінші фермердің түсімділігі 20 гектар. 160-ті бөлгенде, екіншісі 3280-ге бөлгенде 40 гектарға тең екен. Бірінші фермер картопты 20 гектар, екінші фермер 40 гектар ауданға еккен екен. Тапсырманы орында. Фермер өзінің егістігін велосипедпен аралады. Графиктегі көлденең ось сәуле бойынша қозғалыс уақыты. Яғни, мынау бізде қозғалыс уақыты. Ал тік ось сәуле бойынша жүріп өткен жолы, яғни арақашықтығы көрсетілген. Тік ось біз жүріп өткен жолы және арақашықтығы. 1 сағат ішінде жүрген жолы нүктемен белгіленген. 2-3-4 сағат жүрген жолын нүктемен белгілеп, алынған барлық нүктелер бір-біріне қос. Шыққан сәуле қозғалыс графигі болады. Яғни бізде 1 сағат ішінде 20 километр жол жүрді, 2 сағат ішінде 40, 3 сағат ішінде 60, 4 сағат ішінде 80 километр жол жүріп өтеді екен. Үшінші есеп. Графикке қара. Фермер таңғы сағат 8-ден 10:30-ға дейін нысандарды аралады. Яғни 8-ден қандай нысандарды аралау мүмкін? Соны біз табуымыз керек. Яғни 8:30-да мына 3-б-ні осы кестенің графиктің көмегімен біз шығарамыз. 8:30-да, арақашықтығы 8:30-да 30 километр. 30 километр. Бидай егістігі, одан кейін 9-да бізде 50 километр жол жүрді. 50 километр, 9-да. Бұл базарға бара жатқан жол, ал 9:30-да 65 километр жол жүрді. 9:30-да, 9:30-да 65 километр жол жүрді, Енді 10-да 85 километр. 10-да 85 километр, 10:30-да 100 километр. 100 километр. Яғни картоп егілген жерге 100 километр жол жүріп өткен екен.
Төртінші есеп, есепті шығар. Фермер жинаған өнімін өткізіп келесі жылы егетін егін үшін барлық қажетті заттарды сатып алды. Қалған ақшаға киім сатып алмақшы болды. Маусымдық жеңілдіктер кезінде барлық тауарлар өзінің бастапқы бағасының 3-тен 1 бөлігіне тең бағаға арзандайды. Тауарлардың жаңа бағасын анықта. Яғни бізде етік 23.832 теңге болған, күрте 33.696, костюм 13.944, кроссовка 12.810 теңге болған. Бастапқы. Енді біз жаңа баға табу үшін біз 3-тен 1 бөлігіне тең бағаға арзандайды дейді. Яғни бірінші 3-тен 1 бөлігін біз тауып алуымыз керек. 23.832-ні 3-ке бөлеміз 7.944, бұл 3-тен 1 бөлігінің бағасы. Енді аз айтамыз 23.832-ден 7.944-ті 15.888 теңге қалады. Екіншісі 33.696-ның 3-тен 1 бөлігінің бағасы 11.832. Оны аз айтқанда 22.464 жаңа бағасы. Үшіншісі бізде костюм 13.944-ті бөлеміз 3-ке 4.648 теңге. Яғни осынша 4.648 теңгеге арзан, 9.396 жаңа бағасы. Кроссовки 12.810 бөлеміз 3-ке 4.270 арзан, осы теңгеге арзан. Яғни жаңа бағасы 8.540 теңгеге тең екен. Енді жалпы 50 мыңнан аз айтқанда бізде барлық бағаны аз айтқанда бізде 2352 теңге қалайды екен. Жауабы: етіктің жаңа бағасы 15.888 теңге, күртенің жаңа бағасы 22.464 теңге, костюмнің бағасы 9.296, кроссовкидің жаңа бағасы 8.540 теңге, фермер 50 мың теңгеге етік, күрте, костюм сатып ала алады екен. Бесінші есепте фигураның боялған бөлігінің ауданын тап, оны әртүрлі тәсілдермен орындауға бола ма? Яғни бізде S6 көбейтілген 4, аз айтамыз 1 көбейтілген 2 тең 22 метр квадрат. Екінші тәсіл 6 көбейтілген жақшаның ішінде 4 азайтамыз 2-ке, қосамыз жақшаны ашып 6-ны азайтамыз 1-ге, көбейтеміз 2, 22 метр квадрат. Фигураның боялған бөлігінің ауданы 22 метр квадратқа тең екен. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. А. Балабақша үшін килограммы 230 теңге тұратын 30 теңге қант және килограммы 1800 теңге тұратын бірнеше килограмм сары май сатып алынды. Барлық сатып алынған затқа 33.900 теңге төленді. Неше килограмм сары май сатып алынды? Төленді бізде 33.900 теңге, қант 230 теңгеден 30 килограмм, сары май 1800 теңгеден қанша килограмм алынғаны белгісіз. Енді 33.900 аз айтамыз, 230 көбейтілген 30 бөлеміз 1800. Бірінші амал көбейту, одан кейін азайту, одан кейін жақшаның сырты орындалады. 15 килограмм болады бізде. 230-ды көбейтеміз 30-ға 6900 теңге, 33.900-дан азайтамыз 6900-ды 27 теңге, 27 мыңды бөлеміз 1800-ге 15 килограмм сары май сатып алынған екен. Екіншісі, қоймаға 650 килограмм сәбіз әкелінді. Осы сәбіздің бір бөлігі әр қайсысы 7 килограммнан 21 торқалтаға, енді бір бөлігі әр қайсысы 8 килограммнан 16 торқалтаға салынды. Неше килограмм сәбіз торқалтаға салынбай қалды? Яғни 21 торқалтаға 7 килограммнан 16 торқалтаға 8 килограммнан салынбай қалды белгісіз, барлығы 650 килограмм болу керек. Яғни біз бірінші есептейміз, өрнек бойынша жасайтын болсақ, 650 азайтамыз, жақшаның ішінде 7 көбейтілген 21, қосамыз 8 көбейтілген 16, жақшаны жабамыз. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз, одан кейін 650-ге азайтамыз. Сонда 375 килограмм қалады екен. 375 килограмм сәбіз торқалтаға салынбай қалған екен. Жетінші есеп, егер әлі өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Бізде 650 көбейтілген 415 азайтамыз, 777.777 бөлеміз 11. Тең болады 180.368-ге.
яғни бізде бірінші бізде көбейту, одан кейін бөлу, одан кейін азайтуды орындаған екен. Дәл осы түрде екінші өрнекті де табамыз. 8-ші есеп. Есепті шығар. Жер учаскесіне бір бөлігі құмнан, екінші бөлігі шымнан, төртінші бөлігі қарашіріктен тұратын топырақ қоспасы әкелінді. Осындай 7 тонна топырақ қоспасының құрамында неше килограмм қарашірік бар? Барлығы 7 тонна, құм бір бөлігі, шым екі бөлігін алып жатыр. Қарашірік қанша? 4 бөлігін құрайды, мынаның барлығының. Яғни 1, 2, 3, 4-ті қосамыз 7 бөлік, 7-ні бөлеміз 7-ге 1 бөлік. Сонда 7-ні азайтамыз 1, азайтамыз 2, 4 тонна. 4 тонна 4000 килограмм болады. 4000 килограмм қарашірік бар екен. 9-ші есеп. Бір жер учаскесіне сәбіздің түсімділігі 28 тонна гектар, ал екіншісіне 35 тонна гектар. Егер әрбір жер учаскесінде сәбіз 15 гектар жерге егілген болса, онда әрбір жер учаскесіне қанша түсім жинаған? Бірінші жер учаскесінде 28, екінші 35, ауданы 15 гектар. Барлық түсімділікті табуымыз керек, барлық түсімділіктің массасын. Ол үшін біз 28-ді 15-ге, 35-ді 15-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады. Бірінші жер тілімінен 420 тонна, екінші жер тілімінен 525 тонна түсім жинаған екен.